Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін жансая Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ерекше тағамдардың бірі қазіргі таңда хит болып жатқан макрубе тамағын жасап көрсететін боламын. Ең алдымен тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыз. Етімізді майдалап турап аламыз. Ет 1 килограмм 700-800 граммдай болса жақсы болады. 3 ас қасықтай сұйық май құйдым ыдысыма. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Оттың астын қосасыздар. Етімізді салып, қуырып аламыз. Етімізде кішкене су шығады. Сол суы шығып, бұрқылдап, яғни етіміз қызарғанша қуырамыз. Каналымды қолдап, лайк, комментарияларыңызды қалдырып, тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойып ұмытпаңыздар. Дәміне қарай кішкене тұз себеміз. Араластырамыз. Қайнап жатыр суы. Қайнап суы кетті. Енді кішкене етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Қуырылды кішкене, үстіне аздап су құямыз. Суымыз қайнаған соң бетін жауып қоямыз. Етіңіз жұмсақ болатын болса, жақсы тез пісетін болса, жарты сағатта пісіп қояды. Егер қатты болса, 1 сағатта пісіріп аласыздар. Сәбізімізді осылай домалақтап турап аламыз. Барлық сәбізімізді ыдысыңызға салатындай көлеммен тураңыздар. Мен 2 сәбіз, шағын осындай 2 сәбіз турадым. Картоп, осындай 3 картоп турадым мен, картошка. Бұны да осылай домалақтап турап аламыз. Пиязымызды ірілеу тураймыз, домалақтап. Маған осы 2 пияз жеткілікті болды. Отқа ыдысымызды қойып, үстінен майымызды құйып, қызған соң осылай сәбіздерімізді салып қызартып аламыз. Аударып отырасыздар қызарғаны. Міне осылай қызартып аламыз. Күйіп кетпесін сәбіздеріңіз. Енді картошкамызды осылай дәл жаңағы сәбізді қызартып алғанда картошкамызды дәл солай қызартып аламыз. Қызартып алдық. Енді майымызды құйып алып, ішіне 1 ожаудай май қалдырдым. Күрішімізді тазалап жуып, суын сорғытып, қызып тұрған майдың үстінен саламыз. Күрішімізді қуырып аламыз майға. Қуырып алдым. Міне етіміз пісті. Су кеткен, ішіндегі бағалия құйған. Енді етімізді сүзіп аламыз. Сүзіп алдық. Міне ішінде кішкентай ғана суы, кішкене ғана майы қалды. Енді осының үстіне жаңа турап алған пиязымызды қатармен қойып шығамыз. Менің каналымды қолдап кетіңіздер, лайк, комментарияларыңызды қалдырып, жаңадан каналымды көріп жатқан болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз және қоңырауша белгіні басып қойыңыз. Менің басқа да салған, жаңадан салған видеоларымды жіберіп алмас үшін. Енді үстінен жаңағы қуырып алған етімізді саламыз. Етім менің аздау болып қалды. Бағанже көптеу сияқты еді. Қуырылған соң етім кішкене жиырылып,
аз болып қалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Кішкене молдау турағаныңыз дұрысырақ. Енді үстінен сәбізімізді қалап шығамыз. Барлығын қалап шықтым. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұның үстінен картошкамызды қалап шығамыз. Барлығын қойып шықтым. Міне осылай болып шықты. Енді үстінен кішкене ғана тұз сеуіп шығамыз. Себебі бағалде мен майға қуырып алдым. Онда тұз болмады. Кішкене ғана тұз себеміз. Дәміне қарай үстінен күрішімізді саламыз. 2-3 қалақ. Енді бұның үстінен кукуруз, горохымызды салып шығамыз. Үстінен енді қалған күрішіміздің барлығын салып шығамыз. Салып алдық. Енді үстінен кішкене ғана қара бұрыш себеміз. Дәмдеуіш сепсеңіз де болады, сеппесеңіз де болады. Мен кішкене қостым дәмдеуіш. Өйткені етім аздау болып қалды. Суымызды қайнатып қоямыз. Қайнаған суды үстінен құямыз. Сәл ғана бетінен асырып құямыз. Қатты құйып жібермеңіздер. Кейін ыдысымызға салған кезде формасын ұстамай қалады. Көптеу құйып жіберсеңіздер суын. Кішкене қозғап, тұзын көресіздер. Тұзы кем болса салып жіберіңіздер осы қайнаған кезінде. Суы тартылғанша қаттырақ қайнатамыз. Суы тартылған соң жай отқа қойып, бетін жауып, 35-40 минутта күрішіміз, макүлбеміз таза пісіп шығады. Енді жанына салатымызды тураймыз. Өз қалауыңызша қандай салат турап қойғыңыз келсе де, сәбіз салат турап қойсаңыз да болады. Мен осындай свежий салат турап қоямын. Салаттың ішіне көк пияз, укроп немесе ақ пияз қоссаңыздар болады. Менде балаларым жемейді, сол себепті мен ондай қоспаймын. Мен тек қана тұз қосып араластырамын. Макүлбеміз салғанға осындай дәу ыдыс керек. Біздің макүлбеміз дайын болды. Таза пісіп шықты. Қараңыздар. Енді ыдысымызға аударамыз. Бисмиллахи-рахмани-рахим деп. Енді қасықпен ұрып жібереміз. Жайлап көтереміз. Вау, қараңыздар қандай керемет болып шықты. Енді осылай астына кішкене пияз, еті қалған. Бетіне осылай қойып шықсаңыздар болады. Қойып алдық. Енді жанына жаңағы тураған салатымызды қойып шығамыз. Қойып алдық салатымызды. Енді тұщы айран құямыз. Қышқыл айран болмайды, тұщы айран құйыңыздар.
Айранымызды құйып аламыз осылай шетіне. Енді жаңағы жүгерімізді, горохымызды осылай салып шығамыз жан-жағына. Өзі ерекше тағам, істеп көріңіздер. Отбасыларыңызды таң қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгіні басып қойыңыздар, все деген белгілеп қойыңыздар. Лайк, комментарияларыңызды қалдырыңыздар, каналымның одан ары дамуына септігін тигізіңіздер. Қараңыздар, қандай ерекше тағам болып шықты.